Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, Рыскүл апай. Мынау бүгінгі білім бөлімімен бірлесіп өткізіп отырған отандық әдебиеттерді тарих пәнінде қалай қолдануға болады? Осы тақырып аясында өткізіліп отырған семинарымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өз сабағымызда отандық әдебиеттерді қалай қолданғандығымызды көрсету мақсатында мен нөмір 118-ші жалпы білім беретін орта мектебінің 7-ші А сынып оқушыларын өзіммен алып келген едім. Мен өз сабағымда 7-ші сыныпта Қазақстан тарихы пәнінен Қазақстанды Ресейдің отарлау саясаты бөлімі бойынша өткен сабақтарымда қолданған кітаптар бойынша оқушыларға берген тапсырмаларым бар еді. Өздерінің осы оқулыққа байланыстырып, осы әдебиеттерден оқыған білімдерін толықтыру мақсатында шағын шығарма жазып келген болатын. Соны сіздерге көрсеткіміз келеді. Негізгі біздің алған тақырыбымыз қазақтың ханы Абылай. Яғни қазақ хандығында өзінің ойбалар орны бар, көптеген атап өтетін хандарымыз көп. Солардың ішінде бірі де бірегейі Абылай ханды алып отырмыз. Сіздерге көрсету мақсатында осы бойынша менің оқушыларым қазір өздерінің шығармаларын сіздерге таныстырсам. Бірінші Жантай Кәусар. 1518 мектебіне келдім. Бұл жерде қазақ тарихында алатын орнын анықтау үшін мен кітапханадан Бексұлтан Нұршекеұлының 100 тұңғыш жинақ кітабын оқыдым. Осы кітапты оқу барысында Абылай ханның өмірбаянымен бірінші рет тұңғыш дауыс беру арқылы хандыққа сайланғаны туралы, Қытай елімен тұңғыш рет сауда жасау ісін жолға қойған хан екендігін білдім. Абылай хан қазақтардың басын қосып біріктіруде басшылық етті және ұлан байтақ далада халықты бір орталыққа бағынатын мемлекет құруға зор ықпал жасады. Еділ қалмақтарын тас-талқан етіп жеңіп шығуда ол аса маңызды рөл атқарды. Қытай әскерлерінің Қазақстан аумағымен ілгері қарай ішкі аймақтарға жылжуын тоқтатып қана қойған жоқ. Сонымен қатар қазақтардың Тарбағатайдағы және Іле өзені өңіріндегі дәстүрлі мал жайылымдарын қайтарып алуына қол жеткізді. Алатау қырғыздарының шабуыл жасауында тоқтататын болды. 1749 жылы билер мен елбасылар, хандар мен сұлтандар жиналып, Абылайды хан сайлайды. Оған Олжабай мен Малайсары қарсылық көрсетеді. Абылай бір жерге аттанады, Бұқарекеңді шақырып, айдың күннің сәтін сұрап, сәуе көріп бер дейді екен. Сонда Бұқарекен, сары бура келіп сенің туыңның түбінде тұрып, пәлен жаққа қарай шабынды десе, сол айтқан жағына бет алып, шауып жаншып алып келеді екен. Егер сары бура келіп сенің туыңның түбінде тұрып, қазақтар жауға аттанғанда Абылай деп ұрандатты. Бұл жайында Бөкейхан өзінің Қырғыздар деген еңбегінде Абылай деп ұрандастау тіпті Сібір казак орыстарында да бар. Бұл жайында өзінің ұлы 1904-1905 жылдардағы орыс жауға соғысында соғысқа аттанғанда 1904-1905 жылдары орыс жауға соғысына аттандырып тұру оған мақсат етті. Абылай деп шабуыл жасады дегенін көрді. Қазақтар аса көрнекті қазақ ханның есімін бүгінде университеттеріне зор ықыласпен қояды. Яғни Абылай ханның өз заманында жасаған әрекетін, барлық ісін біз бүгінгі ұрпағымызға үлгі ете алады екенбіз, иә? Кәусар, осылай аяқтайын деп дедім. Өскенбай Дидар. Менің ізденген кітабым Рахманқұл Бердібайдың Абылай хан кітабы. Қасым салған қасқа жоқ, есім салған
ескі жол деген сөздердің терең мағынасы бар. Осы жолмен қазақтың ең әйгілісі бірегейі Абылай хан болды. 15 ғасырда Алтын Орда аумағында іргесі қаланған қазақ хандығы өзінің тәуелсіздігі үшін ұдайы күрес жүргізеді. Сондықтан қазақ елі өзінің шаруашылық кәсібін, жер байлығын еркін игеруге де мұршасы болмай, замандар бойы сыртқы жаулармен арпалысып өткен. 16 мен 17 ғасырларда сыртқы жаумен орналасып арпалысып зорлыққа, астамдыққа енді үйренген қазақ халқының Абылай хан заманында жеңіске жеткені шынында да тарихымыздағы мәртебелі кезең. Орыстың атақты ғұламасы Батыр 17 ғасырдағы ең күшті орта жүзінің ханы Абылай болды деген. Ал Шоқан Уәлиханов қазақ халқы соғыстары кезеңіне терең талдау жасай келіп, Абылай ғасыры қазақ елінің ғасыры еді деген. Ғасырларға созылған соғыстардың тыйылуы, жерлеріміздің жаулардан азат етілуі, еркін тыныштық заман орнауы Абылай ханның басшылығымен іске асты. Сол себептен Абылай хан құрған дәуір алтын ғасыр деп аталып кеткен. Абылай ханға және оның жауынгер серіктеріне, кеңесші билеріне арналған алуан түрлі жанрдағы көркем мұраның ішінде өлеңдердің, толғаулардың мәні ерекше. Бұл ретте ең алдымен қазақтың ұлы жырауы Бұхар өлеңдеріне тоқталуымыз шарт. Абылайдың ақылгөй кеңесшісі Бұхар жырау қазақ ханының балалық шағындағы қиын күндерді, қиын халін айта отырып, Абылайдың барлық атақ пен даңққа халықтың қолдауымен және жеке басының арқасында жеткенін, оның беделі елге сіңірген еңбегінің нәтижесі екенін, бірақ осындай абырой биігінде самғай беру үшін әділдік тарасынан жаңылмау керектігін толғайды. Яғни Абылай ханның заманынан келе жатқан әділдік біздің қазақ деген қанымызда бар, иә балалар? Жаңа Қазақстанды құру үшін әділ ұрпақ сіздерсіздер. Яғни осы өткен бабаларымыздан үлгі ала отырып біз әділдікке, шыншылдыққа, елім деп отансүйгіштікке өзімізді солай тәрбиелеуіміз керек. Ал бізде келесі Сенхан Қазына. Мен Сенхан Қазына 7-ші сынып оқушысы. Қазақтың ханы Абылай өмірін қажетті материалдардан құрастырып дайындаған ол жарқын Тайшыбайұлы болды. Абылай Сұлтанға Қытай императорының жазған хатынан қазақтың орта жүзінің ханы Абылайға былай деп хабарлайды. Осы жарлығым қолымызға түссе, қалайда болсын Әзіржананы қолға ұстап, оны біздің әскерлерімізге тапсырмақтарыңыз жөн. Сонда Тауым Жесайдың ауылын жойған күнәмізді түгел кешіп қана қоймай, онымен қоса сіздерді жақсылап жарылмайтын боламыз. Егер сіздер Әмірзанаға әлі де сеніп, оның қулығына әлі де сеніп, ойларыңызды өзгертпейтін болсаңыздар, онда сіздерді де тып-типыл етіп жойып кетеміз дейді. Алда әкел өкінішке қалмай, пайда мен зиянды мұқият салмақтандырғандарыңыз жөн болар дейді. Ал енді Абылай ханның Қытай императорына жазған хаты жайлы айтатын болса, ұлы мәртебелі патшаның орталық ойпатты билеп отырғанын бұрыннан естуші едім. Алайда алып тау, алып өзендер көп, жер шолғай болғандықтан тарту тарауға апара алмадық дейді. Міне бүгін патшаның құдіреті шалғайды шарлап, ілені сыпырып, қуаншығар дінін көркетті. Қазақтар мен жоңғарлардың арасында өзара тыныштық орнады. Сондықтан да олар қуанып отыр. Шексіз бақыт деген міне осы. Абылай хан туралы ер жадында сақталған әртүрлі мағлұматтар көп. Былай қойғанда 2 ғасыр бойы халқымыз Абылай хан туралы аңыз әңгімелер және де жыр дастандарды Абылай ханға арнады. Қазақ халқының басынан өткен қилы-қилы оқиғалар мен құбылыстар болған кезде 18-ші ғасырдағы қазақ әдебиетінің басты кейіпкері елдің сүйіспеншілігі мен құрметіне ие болған Абылай ханның бейнесі келеді. Абылайдың адал ол ержүрек батыр және де көреген қолбасшы екені паш етілді. Бірақ бұл шығармалар Абылайдың бүкіл өмірін
салып оны қабыл алуға келгені жайлы жазылған. Ал Абылайдың жазған екінші хатында Боғда ханнан қару-жарақты зеңбіректі неліктен алғаны жайлы жазылған. Абылай ханның үшінші хатында өзінің ізбасарларын сақтау үшін қызыл мөрлі билеуші таңбасын сұрағаны жайлы айтылған. Жарайсың Қазына, міне бүгінгі мына әріптестер мен сіздерге мына кітапты жарнама емес, осы кітапты сабағымызға толық пайдалануымызға болады. Бұл кітапта Зарқын Тайшыбайұлының 40 жылдан астам архивтерден, Қытай архивтерінен, Ресей архивтерінен жинаған деректері бойынша зерттеліп, нақты мәліметтері берілген. Осы кітапты мен өз оқушыларыма ұсынған едім. Осы бойынша Сенхан Қазынаның өзінің түйген ойы, шығармасы осындай. Ал бізде келесі оқушымыз Қалдыбек Аружан. Мен Қалдыбек Аружан өзімнің білімді толықтыру үшін Зарқын Тайшыбайұлының Қазақтың ханы Абылай атты кітапты оқып, мынандай мәліметтерді білдім. Қазақ орыс, қазақ жоңғар, қазақ Қытай арасында шиеленісіп жатқан кезде бұл қиындықтан құтқарған Абылайдың еңбегі туралы орыс ғалымы Красовский былай деді: бұндай уақытта орта жүзге өте жақсы қолбасшы керек деді, және де көршілес елдермен жақсы қарым-қатынаста болу үшін мәлімдер керек деді. Және де бұл екі жұмысты да Абылай абыроймен атқарып шықты. Абылай барлық іс жүзінде жауы жоңғарларды жеңісті күреске шақырды, және де оларда Сібір даласына орта жүз сұлтандарының арасында алауыздық болмады. Мұндай ауызбіршіліктің екінші себебі қазақтар мен жоңғарлардың арасындағы тыныштық болды. Географиялық жағынан екі ұлы ірі мемлекеттің арасында қыспағанда қалған қазақ халқының билеушісі Абылай ханның ең маңызды мақсаты ол елдің дербестігін сақтау еді. Абылай хан Қытайлардың билігін мойындады, және де ресейлерге ант берген. Абылай хан ыңғайына қарай біресе Ресейге, біресе Қытайға мойынсұнды, бірақ ол ресейде ешкімге мойынсұнбаған еді. Және де Абылай ханның мемлекетіне, қайраткерлігіне, ақыл-ойына қарап, орыс ғалымы Левшин былай деді: Абылай қазыналарына қарағанда ақылынан да, айлакерлігінен де, және де астындағы адамдарынан да өте көптеген айлакерлігінен де қазыналардан биік болып тұрады деп айтқан. Және де Абылай 1130 жылы Қайын-Сауда өзінің жиын өткізді. Себебі бұл өздерінің елдерін бір адам қолға алмаса, елдері ел болмай қалайын деп тұр. Ол кезде Абылай ана ханнан бөлінген еді. Оның шығаты Әбілмәмбет еді. Ол жердегі жиынның басында Төлеби мен Қазыбек отырған еді. Абылай ол кезде хан атанбай тұрғандықтан ол жерде ол екеуінің қасында баласы болып жүрген еді. Абылайдың үш арманы бар еді. Оны қайтыс болар кезінде айтып кеткен. Біріншісі, менің елім ел емшегін елген ел еді, аяғына дейін жер емшегін емгізе алмады. Екіншісі, мен тұсында қан көп төгеді. Егер де мен олардың тұсында қан төкпесем, онда олар менің қанымды төгеді деді. Үшіншісі, менің елімде терілер мен тентектер өте көп болды. Олардың бастарын қосу қиындыққа түсті деген. Жалпы бауыр Абылай ханның ел билігінде атқарған барлық дипломатиялық байланыстардың арқасында қазақ елі көптеген уақыт жоңғарлардың, ойраттардың шапқыншылығынан азат болған. Өмірсе де Абылай ханның орындалмай кеткен үш арманы болған екен, балалар. Бірінші арманы не дейді? Елімнің басын біріктіріп, жер еметін елге айналдыра алмадым, қала сала алмадым, бір жерде отырып бейбіт өмір сүруге жағдай жасай алмадым деді. Ал өзінің өкініші сол кезде менің дәуірімде көп қан төгілді дейді балалар. Яғни, егер ол қанды мен төкпесем, менің қаным төгілер еді дейді. Сонда бұл жерде Абылай бабамыздың елі үшін қанын төгіп, жан аямай, керек жерінде қулықты да жасап, орыстарға бас иген сыңай танытып, бірақ шын мәнінде ондай мойынсұнған жоқ, өз пайдамызға тиетін саясатты жүргізіп отырған. Ары қарай бізде осы сабағымызды қорытындылап
айтайын. Өскенбай Нәркес. Мен Өскенбай Нәркес 7-ші сынып оқушысы. Абылай ханның арманы туралы Думан Рамазанның жазған шығармасы туралы түсіндіргім келеді. Белгілі жазушы драматург халықаралық алаш әдеби сыйлығының иегері Думан Рамазанның бұл шығармасы пьесалар мен аудармалардан және әдеби мақалалар мен қолжазбалардан топтастырылған болатын. Абылай ханның арманы атты бұл шығармада Абылай ханның жоғары тұтқынға түскен кезден бастау алатын болған. Абылай ханның арманы қазақ халқының өмір өткеннен қалай аман есен шыққаны туралы айтылған. Шығармада бұл ұлы ханның өте ақылды болғанын, ақыл парасаттылығын толық болғанын, соңғылы саясаткерлігі болғанын айтады. Және оның ерлігі жан-жақты қырынан ашық жазылған болатын. Абылай ханның 3 арманы болған. Бірінші арманы ол қазақ халқының егін шаруашылығымен үйреткісі келген, ал екінші арманы қазақтың басын қосу болған. Үшінші арманына келсек, оның үшінші арманы қазақ халқына қалай тұрғызу болған. Абылай ханның бірінші арманы бойынша қазіргі кезде Қазақстанда ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, егіншілік алқаптары өте қарқынды дамуда. Бұдан біз оның бірінші арманын орындалған туралы айтсақ болады. Екінші арманы бойынша ол қазақтың басын қосу болатын. Қазақстан ол өзінің тәуелсіздігін алып, өзінің президенті салып, тәуелсіздікке айналған болатын. Абылай ханның үшінші арманы бойынша ол өзінің қала салғысы келген болатын. Біз мысалы басқа елдерге болсақ, мысалы Ресейге баратын болсақ, оның Мәскеуден басқа Санкт-Петербург деген қаласы бар. Ал Түркияға барсақ, оның Анкарадан басқа Стамбул атты қаласы бар. Бізде де сондай Алматымыз бар және тағы да барып келуге Түркістан қаласын салған болатын. Түркістанды көтеру біздің халқымыз үшін қасиетті мәселе болған. Біздің парызымыз болған. Бұл біздің көне тарихқа терең жатқан қаламыздың бірі болып саналады. Осылайша біз Абылайдың 3 арманында толықтай орындалғанын нық сеніммен айта аламыз. Жарайсың Нәркес. Жалпы әріптестер, бұл жерде менің айтқым келгені, көптеген бізде отандық әдебиеттеріміз бар. Соның ішінде бір ғана кітаптың өзінен мен оқушыларыма көптеген мәліметтер ұсына алдым және оны өз беттерінше оқып, ізденіп, ой түюіне ықпал жасадым деп ойлаймын. Барлық саламызда осындай әдебиеттермен жұмыс жасасақ, оқушыларымыз білімді, алғыр болатынына сенімдімін. Рахмет.